Күн жүйесі күн мен оны айналып жүретін нысандардан тұрады. Оған 8 ғаламшар мен кемінде 5 болатын шағын немесе ергежейлі ғаламшарлар және оларды айналып жүретін серіктер жатады. Одан басқа астероид, құйрықты жұлдыздар және гибрид секілді ұсақ тасты және мұзды нысандар да бар. Күн жүйесі массасының көп бөлігін күн алады. Ғаламшарлар күнді эллипстік орбита бойынша айналады. Барлық ғаламшарлар орбитада бір жазықтықпен қозғалады. Алайда осы жазықтықты белгілі бір бұрышпен қиятын, күнді айнала қозғалатын құйрықты жұлдыз сияқты объектілер де бар. Күн және оның төңірегінде айналып жүретін аспан денелерін күн жүйесі деп атайды. Біздің ғаламшарымыз осы құрамға кіреді. Ғаламшарлар көлемі бойынша 2 топқа бөлінеді. Бірінші топқа көлемі орасан зор алып ғаламшарлар Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун жатады. Екінші топқа Меркурий, Шолпан, Марс, Жер кіреді. Меркурий, Шолпан, Марс және Жер күнге жақын орналасқан ғаламшарлар. Бұл ғаламшарларды ішкі ғаламшарлар деп атайды. Олар өз атауын Жер ғаламшарына ұқсастығына байланысты алды. Күн жүйесі 4,6 миллиард жыл бұрын құрылды. Өте үлкен молекулалы бұлт өзінің гравитациясының әсерінен қирады. Бұлттың бір бөлігі күн жүйесіне айналды. Осы бұлтта сутегі, гелий мен шағын көлемдегі ауыр элементтер болды. Олар бұрынғы жұлдыздар мен олардың өмірінің соңына шығарылып тасталған болатын. Бұлттың күйреуімен ондағы кез келген кішігірім айналымдар сақталды. Бұлттың кішіреуімен олар өте жылдам айнала басталды. Бұлттың температурасы да көтерілді. Ақырында бұл бұлт тегіс айналатын дискіге айналды. Сутегінің атомдары энергия шығара отырып балқып гелий түзе бастады. Содан дискінің ортасы ыстық болып тығыздала берді. Бұл күннің қалай құрылғанын көрсетеді және бүгінде бұл ядролық синтез процесі әлі де күннің ішінде жүріп жатыр. Күн қалыптасып болғаннан кейін шаң-тозаң мен газ қалды. Шаң-тозаң жинала берді де аккреция процесі нәтижесінде ғаламшарлар құрылды. Күнге жақын жерде температура өте жоғары болғандықтан балқу температурасына жеткен денелер балқи бастады. Сондықтан да ішкі ғаламшарлар шың мен құз сияқты тау жыныстарынан тұрады, ал сыртқы ғаламшарлар алып газ тәріздес. Меркурий күн жүйесіндегі ең кіші ғаламшар. Ол айдан үлкенірек, бірақ пайда болу тарихы онымен бірдей. Меркурий қатты кратерленген және онда атмосфера қабаты жоқ. Меркурийге ғарыш кемесін жіберу қиынға түседі. Өйткені оған баратын кеменің жылдамдығы мен орны көп жанармайды қажет етеді. Атмосфера қабатының жоқтығынан Меркурийға жеткен кемеге қону қиынға түседі. Сондықтан да ол Меркурий орбитасында жүріп қалуы мүмкін. Күнге жақын орналасқандықтан Меркурий орбитасына түсу де қиынға түседі. Өйткені күннің гравитациялық күші кедергі келтіреді. Шолпан Жерге ұқсайтын және оған ең жақын ғаламшар. Олардың массасы, радиусы және көлемі шамалас болғандықтан Шолпанның бетіндегі гравитациялық күш Жердікімен ұқсас. Оны тұтасқан бұлт қоршап жатқандықтан Шолпанда да жағдай Жердегідей деген тұспал болды. Алайда 1961 жылы Шолпанға жіберілген кеңестік Венера ғарыш кемесі оны Меркурийден де ыстық деп тапты. Шолпанның бетіндегі температура 460 градус шамасында екенін анықтады. Жер мекен етуге болатын аймақ. Оның сыртында өте ыстық не өте суық болғандықтан өмір сүруге қолайсыз деп танылып келеді. Жердегі жағдай судың қатты, сұйық және газ сияқты үш күйде де болуына мүмкіндік туғызады. Жер мұхиты бар жалғыз ғаламшар. Күнге жерден алысырақ орналасқан Марс жерден әрі кішірек, әрі суығырақ. Оның бетінің температурасы -87 градусқа дейін төмендейді. Марстағы ең жоғары температураны анықтау үшін әлі де зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бірақ оның 0 градустан жоғары болуы екі талай. Көмір қышқыл газынан тұратын Марстың атмосфера қабаты Жердікінен әлденеше есе жұқарақ. Топырағы темірге бай. Марсты көбінесе қызыл ғаламшар деп те атайды. Марсқа 40-қа жуық ғарыш кемесі жіберілді. Олардың жартысы Марсқа сәтті жетіп, өз міндеттерін орындады. Бұл көбінесе Марс курс деп аталды. Юпитер өте үлкен. Ол жерден көлемі 1000 есе үлкен болатын алып газ тәріздес. Юпитердің ядросы тастан деген болжам болған. Осы жорамал рас болса да, бұл әлі анық емес.
Юпитер көбінесе сутегі мен гелийден тұрады. Оның көп бөлігі жоғары дәрежеде сығылған қатты күйдегі сутектен құралған. Юпитер секілді Сатурн да газ тәріздес алып, ол ерекше сақина жүйесіне ие. Сатурн газдан тұратын орасан алып ғаламшар. Ол жерден 9 есе үлкен. Сатурнның айналасында ұсақ тастар мен мұздардан құралған сақиналар қозғалады. Нептун мен Уран екеуінің құрамы ұқсас. Олар Юпитер мен Сатурнның диаметрінің 1/3-дей. Уран мен Нептун Юпитер мен Сатурн секілді сутегі мен гелийден тұрады, және ол судан, аммиактан, мұзды метаннан құралған. Оларды кейде мұз алыптары деп те атайды. Уран жерден 4 есе үлкен. Бұл күн жүйесінде қырымен жатқан жалғыз ғаламшар. Соңғы 8-ші ғаламшар Нептун. Ол көлемі бойынша Уранмен шамалас. Нептунда тірі ағзалардың тыныс алуына жарамсыз атмосфера бар.